YouTube жаңа жасанды интеллект шығарды. Және бұл функция сенің каналыңды өзі анализ жасап береді. Видеоларыңды тексереді, қателеріңді айтады, жаңа видео идея береді, тіпті обложка жасауға дейін көмектеседі. Енді сұрақ, бұл шынымен пайдалы ма, әлде тағы бір жасаған хайп па? Бүгін осы тақырыптар бойынша толық айтып өтейік. Жасанды интеллектті YouTube'та қалай қолданамыз? YouTube өзінің студиосына жаңа AI енгізді. Өзіңіз творческий студияңызға кірсеңіз, мынандай белгі тұрса, яғни Ask Studio деген нәрсе тұрса, сізге жасанды интеллект каналыңызға енді деген сөз. Яғни енді бөлек құрал іздеудің қажеті жоқ бізге. Барлығы тікелей YouTube студионың ішінде. Ең қызығы, бұл жасанды интеллект сенің өз канал деректеріңді көреді. Яғни сырттан емес, ішкі статистикамен жұмыс істейді. Бұл үлкен айырмашылық. Мысалы, сен видео жүктедің, қаралым аз, бұрын өзің ойланып жүретін едің, неге өтпеді бұл видео деген сияқты. Енді жасанды интеллекттен сұрай аласың. Бұл видео неге аз қаралды? Сол кезде жасанды интеллект саған жауап береді. Retention төмен, CTR төмен, алғашқы секунд әлсіз, thumbnail әлсіз және нақты ұсыныстар береді сізге. Бұл жаңадан бастап жатқандар үшін өте пайдалы бір функция. Бұл жерде өте күшті бір функция бар. Жасанды интеллект сіздің видеоларыңызға жазылған барлық комментарияларды оқып, сізге анализ жасап береді. Және адамдар не сұрап жатқанын шығарып береді сізге. Мысалы, егер адамдар AI туралы көп сұраса, AI саған айтады, осы тақырыпта тағы бір видео жаса. Бұл контент идея табуды жеңілдетеді. Ең қызық функцияларының бірі жасанды интеллект сізге бұл жерде thumbnail жасап береді. Мына жерде мен бір пример келтірдім. Жүктеп алайын қазір. Осы thumbnail жасатқыздым. Бұл қарасаңыз, менің түріме ұқсатқан, менің өзімнің каналымда анализ жасаған, ашкеде отыратынымды көрген видеоларымда дәл соған байланысты етіп, маған бір thumbnail жасап берді. Бұл жасанды интеллекттің бірнеше нұсқасын шығарып береді. Бұл жерде енді бұның өзі де жаман емес. Әсіресе thumbnail жасай алмайтын адамдар үшін өте пайдалы нәрсе. Бірақ perfect деп айта алмаймыз. Бірақ мұнда бір үлкен бір проблема бар. Жасанды интеллект сіздің деректеріңіздің, яғни сенің өз каналыңды ғана салыстырады. Мысалы, сенің видеоларыңда CTR 4% болса, жаңа видео салған кезде 6% болса, жасанды интеллект саған айтады, о, сенікі керемет. Бірақ сенің бәсекелесіңде ол 9% болуы мүмкін. Сонда сен жақсы емессің. Міне негізгі мәселе осы жерде. Жасанды интеллект бәсекелесті толық көрмейді. Өйткені анализді ол тек сенің каналың арқылы ғана анализ жасайды. Басқаларды емес. Сенің каналыңдағы даталарға қарай жұмыс жасайды. Өйткені сен жалған сенімге кіріп кетуің мүмкін. Бұл жерде абайламасаңыз, яғни сіз жасанды интеллекттің айтқанына сеніп қалуыңыз мүмкін. Жасанды интеллект саған, о, керемет, жақсы жұмыс дейді. Ал шындықта сен артта қалып кетуің мүмкінсің. YouTube'та ең маңызды нәрсе өзің ғана емес, бәсекелесің де маңызды. Сол себепті тек жасанды интеллектке сеніп қалуға болмайды. AI саған жаңа видеолардың идеяларын ұсынады. Бұл қалай жұмыс істейді? Сенің аудиторияңның қызығушылығына қарап, мысалы, егер көрермендерің AI туралы, мысалы, YouTube туралы сұраса, жасанды интеллект сол жақ қарай итереді сені. Бұл жақсы, бірақ әрқашан дұрыс емес. Неге? Өйткені трендті көре алмайды жасанды интеллект. Бір күні бүгін тренд шықты, сенің қарсыласың сол тренд туралы видео салды, ол атып кетті. Ал сен жасанды интеллектке сеніп, маған мынандай тақырып идея бер деп отырсың, ол сенің каналыңдағы видеоларыңды анализ жасау арқылы сен мынандай тақырып істе деп айтуы мүмкін саған. Сен сол тақырыпты сөйтіп жасап жүргеніңде қарсылас каналдарың уже трендті түсіріп, одан сайын сенен өтіп кетуі мүмкін. Бұл сізге үлкен минус. Шындық,
Жасанды интеллект өте пайдалы, бірақ дұрыс жерде. Мысалы, статистиканы түсіну, идеяны алу, комментарияның анализін жасау, обложка идея. Осында күшті. Ал бірақ стратегия үшін жалғыз жасанды интеллектке сеніп қалма. Қорытындылайық осы видеомызды. Жасанды интеллект YouTube'да шықты. Бұл жақсы жаңалық. Бірақ ол сені автоматты түрде өсірмейді. Ол тек құрал. Нәтиже бәрібір сенің стратегияңа байланысты. Есіңде болсын, жасанды интеллект көмектеседі, бірақ шешімді қабылдайтын сенсің. Пікірге жазып кетіңіз, сенің каналыңа бұл функция келді ма? Мына функция YouTube студионың ішіне кіріп көріңіз. Келесі видеоларда кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна. Сау болыңыздар.